Қарғалар отбасы 3-ші бөлім. Ақ көгершін ана Бестай төбесінен орала ұшып, алғысын білдіргендей басын төмен қарай иіп бір құлап ұшты да, күркілдеп барып, лезде аспанға қарай қанатымен қалықтай қақты. Құзғын қария көгершіннің көгін бауырына басып, бағып, баптап, тамағын беріп, ойнатып, анасының жоқтығын сездірмеуге тырысты. 7 күн ішінде кішкентай көгілдір шақалақ денесі мамықтанып, қанаттары да қатайып қалды. Гүргілдеген, күмбірлеген дауысты ести қалса, елең етіп, жан-жағына жалтақтай қарай береді. Дана қарға да сағынышын сезініп, балақайдың көңілін табуға барынша тырысты. Ал қарға балапандары болса, кезек-мезек ұшып келіп, көгершін балапанын әр түрлі ойынға еліктірді. Ақ көгершін ана көк аспанда балапанына қарай асыға ұшып, қанатын жиі сермеп, қарғалар отбасына қарай бет алды. Жақындаған сайын жүрегі алқынып, қуанып, кеудесін сағыныш кернеп келеді. Жасынды желден жасыра алмай, күн сәулесіне шағылысып, гауһардай төменге тама берді. Қарғалар ауылына таяп қалғанда, алыстан қарғалар балапандары ақ көгершін ананы байқап қалып, алдынан қарсы алуға ұша жөнелді. Қарғаларым, қарақтарым, бауырлас балапандарым, амансыңдар ма? Деп хал сұрасты бірінші болып ақ көгершін ана. Ақ көгершін ана, қош келдіңіз. Сізді барлығымыз асыға күттік. Балапаныңыз да сізді әбден сағынып қалды. Сауық аман есен оралғаныңызға өте қуаныштымыз, деді шаттанып қарғалар. Қандай керемет, алғысым шексіз сендерге, даналарым, деп құшағына басты көгершін ана көзінен бақыт жасын тия алмай. Анасын көрген көгілдір қанаттарын шапшаң сермеп, ұшуға ынталанып, кеудесін керіп, құшағын айқара ашып, тынымсыз гүргілдей берді. Оны байқап отырған құзғын қария, анадан ыстық жан бар ма екен, деп тамсана қарады. Дана қарғалардың көмегімен, ақылды, мейірімді адамзаттың көмегімен, аман қалған көгершіннің анасы мен баласы қайта қауышып, қуаныштары кеудесіне сыймай көрісіп, ары қарай бірге бақытты да байынды ғұмыр кешкен екен. Ақ көгершін ана құзғын қарияға да алғысын білдіріп, атасына бауыр басып қалған бүлдіршінін әр апта сайын білім, тәлім, тәрбие алуға жіберіп тұрады екен. Ертегінің соңы.